Баршаңызға сәлем, құрметті көрермен. Бүгін үй жағдайында маршмеллоу десертін жасап үйренеміз. Яғни 3-ақ ингредиенттен тұратын жұмсақ, жеңіл, тәтті, әрі оңай, тез, жылдам дайындалатын маршмеллоу десертін жасап үйренейік. Соңына дейін көрулеріңізді сұраймын, әр сәттерін жіберіп алмас үшін. Менің каналыма тіркелмесеңіз де тіркеліп кетіңіздер, себебі ерекше рецепттер менің каналымнан табылады. Ал кеттік, бастаймыз. Ең алдымен бізге ыдысымыз алдын ала дайындап алу керек. Яғни қалаған ыдысымызды аламыз және пищевая пленканы жақсылап күнбағыс майымен жан-жағын майлап шығамыз. Маршмеллоумыз оңай әдемі түсу үшін. Бізге 3-ақ ингредиент қажет: желатин 10 грамм, 60 мл су, қант 220 грамм және тағы да 60 мл су. Желатинімізді суға құямыз, сөйтеміз де бұқтырып қоямыз. Яғни желатин суды өзіне сіңдіріп, ісініп болғанша 20 минутта кетеді. Оны үстелдің бір шетіне қойып қоямыз. Және де қантымызды отта ертетінде ыдысқа саламыз. Сковородка болсын, басқа ыдыстарың болсын, осылай саламыз да үстіне 60 мл суды құямыз да қантымызды еріткенше осылай араластырып, жақсылап араластырып аламыз. Және де біз қантымызды жай отқа қоямыз, су сияқты ергенше. Біз су сияқты ергенше 20 минуттай көлемінде кетеді. Қантымыз еру уақытында әппақ пенкалар шыққан кезде ол дайын деген сөз. Бір шетке ыстық күйінде қойып қоямыз. Осы уақытта біз желатинімізді водяной баня дейді, яғни ыстық моншаға қойып қоямыз. Астына кастрюль салып, ыстық суға қайнатып, яғни желатинімізді қайнатпаймыз, оны жай ғана ерітеміз. Және де біз су сияқты шыққан қантымызды ыдысқа құямыз да үстіне миксермен өткізіп аламыз алдын ала. Одан кейін желатинімізді сразу құймай, біртіндеп құя келе миксерден өткіземіз. Осылай бәрін араластырып болғаннан кейін миксерден жақсылап өткізіп аламыз да пенка шығып, әппақ түс шыққанша жақсылап араластырып аламыз. 7 минуттай көлемінде кетеді. Негізі 5 минут жетеді. Мен 7 минут көлемінде ұстап қойыптым. Сонда менікі өте қою болып шыға келді. Сіздерге 5 минут жетеді. Қаймақ сияқты болып шыға келсе болды, және де липкий болып, осылай әппақ түстес болып, және де липкий болып, бұлай видеода көрсетілгендей, міне түсу өте қиын болып кетті менікі. Міне видеода да осылай түсетін болса, онда дайын деген сөз. Массамыз осылай созылғыш болып шыға келсе, онда біздің маршмеллоумыз дайын болды деген сөз. Пищевая пленкаға алдын ала дайындап қойған саламыз, және де арнайы ыдысқа салып, холодильникке қойып қоямыз 3 сағатқа. 3 сағаттан кейін аламыз. Мен майонездің шелегіне салғам. Формасы әп-әдемі болып шыға келді, және де доскаға арнайы сахарная пудраны сеуіп қоямыз. Яғни маршмеллоумызды жан-жағына жағып шығамыз, тәтті, және де қолға жабыспас үшін, бір-біріне жабыспас үшін сахарная пудраны жағып шығамыз. Міне видеодағыдай көрсетем. Осылай жан-жағына жағамыз. Және кескен сәттерде де жан-жағына жағып, видеодағыдай. Міне пышақпен кесе отырып, осылай сахарный пудраға жағып шығамыз. Бұны кішкентай оқушылардың өзі жасай алады. Өте оңай жасалатын рецепт түрі.
Құрметті көрермен, менің қазақ тілді каналдың дамуына аз да болсын өз үлестеріңізді қосып, видеоны лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Менімен болғандарыңызға рахмет. Алдағы уақытта бұдан да ерекше рецепттермен бөлісемін. Каналға жазылмаған болсаңыз, төмендегі подписаться қызыл батырмасын басып, тіркеліп алыңыздар. Себебі алда ерекше рецепттер сіздерді күтілуде. Міне маршмеллоумыз дайын болды. Қызым өте сүйсініп жеп отыр. Жұмсақ, тәтті әрі оңай дайындалатын маршмеллоу түрі. Әп-әдемі болып шыға келді. Сіздерге де кеңес беремін осы рецептпен жасап көргенге. Астарыңыз дәмді болсын, сау болыңыздар. Келесі рецептте жүздескенше, аман саулықта кездескенше сау болыңыздар.